Дүниежүзілік аренада танымал Қалтай ағаны белгілі сатирик Азиз Несин Түркияға шақырғанда мынандай сұрақ қойды. Кең байтақ қазақтың бай жерінде қазақтың қыздары, әйелдері ерекше болған басқа ұлтқа қарағаны. Ол тек қана әңгіме емес, 76 жылы Турцияға барғанымызда атақты Азиз Несин шақырып Қалекең. Сонда университетте Қалекеңе лекция оқыңыз деп сұрап, лекция оқытты. Сонда қойған сауалы: Қалеке, мына неміс тілі, түрк тілі, ағылшын тілі дейді. Неге қазақтың тілін ана тілі дейді? Соны түсіндіріңізші деп сауал қойды Қалекеңе. Сонда Қалекеңнің берген жауабы: қазақтың жерін білесіздер, кең, байтақ, бай жер. Сонда талайдың көзі түсіп, бұл жерді аламыз деп талай дұшпан келгенде, ер азаматтармен бірге қолына қару алып, қазақтың қыздары, әйелдері сол жерді қорғауға шығатынды. Сондықтан үй болсын, ағайындардың арасында қарым-қатынас, кейбір рулардың арасында дау-далама болса да, соны көбіне әйелдер шешетінді. Тіпті болмай бара жатса, қыз ұзататын сол ауылға татуласып, туыстасып, сөйтіп біраз мәселелерді әйелдер арқылы шешетін. Қазақтың жерінің тарихын сіздер өздеріңіз былай зерттеп нетіп қарасаңдар, қазақтың тілін ана тілі дейтіні, өйткені баланы тәрбиелеп, бала кішкентай жас кезінен өсіріп, өз тіліне үйретіп, өз дініне, өзінің халқының қандай дәстүрі бар, соның бәрін үйрететін әйел. Сондықтан қазақтың тілін көбіне ана тілі дейтін сол деп.